Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 140 көбейту 2, 280 бөлу 2 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Бөлім су тіршілік көзі. Судың адам өміріне қажеттілігі. Сен 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмінің жаңа түрін үйренесің. Судың адам өміріне қажеттілігі жайында не білеміз? Есімізге түсіріп көрейікші. Судың пайдасы бар ма? Судың маңызы және таралуы. Жер шарында ең көп тараған сұйық зат су. Жер жүзінің 70%-ын алып жатыр. Адам ағзасының да 75-80% судан тұрады. Адам ағзасына күніне 10 литр су керек, ал егер 1-1,5 литр су ағзадан буланса, немесе тер күйінде шықса, ол адам қатты шөлдейді. Денедегі судың 6-8% азайса, адам есінен танады. Ал 10-12% азайса, өліп кетеді. Естерінде сақтап жүріңдер балалар. Енді сендермен 4 қадам ойынын ойнайық. Суға қатысты 5 етістік, 5 сын есім, 5 сан есім, суды қандай мақсатта қолданатынымызды естеріне түсіріп, ойланып, біраз ізденіп көріңдер. Енді балалар оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықтағы бірінші тапсырмаға қарайық. Жаңа сабақты түсіндіремін. Мысалы, 140 пен 2-ның көбейтіндісін баған түрінде есептеп көрейік. Бірінші көбейткіш 140, яғни 14 ондық. Ондықтың астына екінші көбейткіш 2-ні жазамын. 0 мен аяқталатын сандарды көбейткенде 0-ді ескермей көбейту өте тиімді. Сондықтан 2 бірлікті ондықтың астына жазамыз. 4 ондық пен 2 бірліктің көбейтіндісі 8 ондық. 8-ді ондықтың астына жазамыз. 1 жүздік пен 2 бірліктің көбейтіндісі 2 жүздік. 2-ні жүздіктің астына жазамыз. 0-ді түсіреміз. Жауабын оқимын. 140 пен 2-ның көбейтіндісі 280-ге тең. Көбейтуге кері амал бөлу екенін жақсы білеміз, дұрыс па? Көбейтуді бөлу амалымен тексеріп көрейік. Бөлінгіш 280, бөлгіш 2. Бірінші толымсыз бөлінгіш 2 жүздік. Бөліндіде 3 цифр. 2 жүздік, 8 ондық, 0 бірлік. Жүздіктерді жазамын. 2 жүздік пен 2-ның бөліндісі 1. 1-ді бөліндіге жазамын. 8 ондық пен 2-ның бөліндісі 4. 4-ті бөліндіге жазамын. 0-ді қай санға бөлсек те, қай санға көбейтсек те 0 шығатынын бәріміз де білеміз. 0-ді 2-ге бөлсек 0 шығады. 0-ді бөліндіге жазамын. Жауабын оқимын. 280 мен 2-ның бөліндісі 140-қа тең. Көбейту мен бөліндіні түсінсеңдер, енді келесі тапсырмаға көшейік. 3-ші тапсырма. Сендерге 4 өрнек берілген. Баған түрінде орындап, дұрыстығын тексеруді ұмытпаңдар. 4-ші тапсырма. Өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есепте. Уақытымыздың тығыздығына байланысты 2 бағанын ғана орындауларына болады. 5-ші тапсырма. Теңдеулердің түбірін өсу ретімен жазып, үлкен су қойманы анықта. Су қойманың атқаратын рөлі қандай? Теңдеулердің жауабын өсу ретімен жаз. Сонда ең ірі су қойма қайсы екенін таба аласың. 7-ші тапсырма. Бір ыдыстың 5/1 бөлігіне 6 литр су сияды. Осындай 3 ыдысқа барлығы қанша литр су сияды? Балалар, мен сендерге оңай болсын деп шартын құрып қойдым. Бір ыдыстың 5/1 бөлігі 6 литр, ал 3 ыдыс белгісіз. Шешуін тауып, өрнек құрып, жауабын жазыңдар. 9-ші тапсырма. Есептерді шығар. Мектептегі бастауыш сыныптарға 19 литрлік ыдыстағы судың 5-еуі және жоғары сыныптарға 8 әкелінді. Мектепке барлығы неше литр су әкелінді? Шартын құрып қойдым балалар. Бастауыш сынып 19 литр, 5 дана, жоғары сынып белгісіз 8 дана. Барлығы неше литр су әкелінді? Шешуін есептеп жауабын жазыңдар. Дәл осылай
әсін және бысын есептейсіңдер. Әлияның анасы үйіне бір айда 19 литрлік ыдыстағы суға 4 рет, ал Мақсаттың анасы 6 рет тапсырыс береді. Әлияның анасы Мақсаттың анасына қарағанда айына неше литр су кем қолданды? Есептеп, жауабын жазыңдар. Ересек адам тәулігіне 2 литр су ішуі қажет болса, онда 4 адамнан тұратын отбасы сәуір айында неше литр су ішеді? 6 адамнан тұратын отбасы ше, және 8 адамнан тұратын отбасы ше. Есептеп көріңдер. Сынып тапсырмасы ретінде 3-ші, 4-ші есептің 1-ші, 2-ші бағаны және 5-ші, 7-ші және 9-ші тапсырмаларды орындап, 30 минут ішінде маған WhatsApp желісіне жіберуді ұмытпаңдар. Үйге тапсырма 8-ші және 10-ші есептер. Үй тапсырмасын балалар асықпай кешкі сағат 10-ға дейін есептеп, маған жіберсеңдер болады. Оннан кеш қалып жүрмеңдер. Өзіңді бағала. Бүгін не білдің? Сен үшін не жаңалық болды? Сабаққа қатысуыңды қалай бағалайсың? Қандай қиындықтар туындады? Сұрақтарым болса балалар, түсінбесеңдер, маған жазыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.